Достар, сәлем, сіздермен бірге Айжан Кербесов және де бүгінде менің арнамда толк влог. Белгілі бір тақырыпта бір-бірімізбен сөйлесетін боламыз. Бүгінгі тақырыпты мен жалпы мамандық таңдауға арнағым келіп отыр. Өйткені Инстаграмда алдында маған бір оқырманым жазған болатын. Мен өзімнің сіңліме қандай мамандық таңдауға көмектессем екен, ол өзі білмейді қайда барғысы келетінін, сіз қалай таңдадыңыз деген сияқты. Оқу жылының аяқталуы келе жатыр, түлектер олар өздері мамандық таңдайын деп жатыр. Және де осыған байланысты сұрақтар негізі өте көп қойылып жатады. Көбісі білмейді қайда бару керек, мына жаққа барсам жақсы ма, мына жаққа барсам мүмкін ұтып кетермін деген сияқты. Егер де сенің жасың 18-де 17-те болса, бұл сұраққа жауап беру өте қиын, және де универсалды дұрыс жауап ешқашан таппайсыздар. Бұның барлығына сіздің қарым-қатынасыңыз өте маңызды. Егер де сен әрине былай ойласаң, болды, бұл менің таңдауымнан бүкіл менің өмірім өзгереді. Егер де мен юрфак таңдасам, онда өмірім сценарий мынандай болады. Егер де журфак таңдасам, мынандай болады деген сияқты өте қатты өз-өзіңе жауапкершілік алып алмау керек. Әрине мен қыздар жағын айтып отыр. Менде ұлдарда кішкене басқаша шығар, өйткені ұлдар о бастан олар жұмыс істеу керек, яғни олардың табиғаты сондай бір жетістікке жету керек деген сияқты. Ал қыздар жағына келсек, қыздарға мен кішкене басқаша кеңес айтушы едім. Бүкіл өмірің тек қана сол мамандығыңнан ғана бір тәуелді, сол мамандығыңа ғана деп ойламаңыздар ешқашанда. Қыздар үшін әрине оқу керек, білім алу керек, алайда маңыздырақ нәрселер басқа жақта кішкене. Қыз келіншектер олардың басты міндеті, олардың басты яғни өмірдегі жетістігі ол адамдармен қарым-қатынас құра білуінде. Ол жай ғана адамдар емес, енді өзінің жақын адамдарымен, өзінің ең алғашқы ата-анасынан басталу керек. Ата-анасына деген сый-құрметінен, одан кейін жақын адамы, достары, одан кейін құрбылары, келешекте махаббатты өмірлік жолдасы. Бұл нәрселердің барлығы ол негізінде үлкен жатқан өнер. Егер де сен оны біліп жасасаң, оның кәдімгідей оқуын оқып деген сияқты керек кітаптардан оқып, оның білімін жинап, сол білімге негізделе сондай қарым-қатынас құра білсең, онда меніңше сенің басты жетістігің сол болады. Қыздар қауымына айтарым, ондай өздеріңізге қатты жауапкершілік алып, осы менің таңдауымнан өмірімнің барлығы шешіледі, өмірімнің барлығы осыған ғана тәуелді деп ойламаңыздар. Қыздарға арналған мамандықтар болады әрине. Оның ішінде мысалы журналистика. Журналистиканы оқығанның өзінде мен өзімнің тәжірибеммен айтайын. Журналистиканың бір жақсы жері, маған берген бір жақсы жері, ол жерде біз әдебиет көп оқыдық. Ол меніңше әрбір адамның дүниетанымына өте пайдалы. Одан кейін әрине жаңағыдай тәжірибелік сабақтар өте көп болды. Біз жаза бастадық, өзіміздің ойымызды қалай әдемі қағаз бетіне түсіру керек екен. Сөйлеу шеберлігі болсын. Меніңше сондай бір қабілеттер тек қана журналист маманның өміріне емес, кез келген адамның өмірінде өте маңызды. Әсіресе қыздардың өмірінде өте маңызды. Өйткені ол сенің бір шығармашылық жағыңды ашады. Мектеп бітірер кезде мен білгем, менің табиғатым ол экономика немесе заң жағында емес, менің табиғатым шығармашылық жағында. Білмеймін, менің бір ішімдегі, егер де бір қызық дауыстар естіп жатсаңыздар, ол бізде кір жуғыш машина. Менің өмірімдегі не айтып жатыр едім. Ең бастапқы сіздер өздеріңіздің табиғаттарыңызды көріңіздер. Мүмкін әрине жарайды, қыздардың арасында да сондай болатын шығар. Көбінесе олар отырып санаған жақсы көреді, цифрларды жақсы көреді, немесе бір сондай дәл нақты нәрселерді жақсы көретін болсаңыздар, онда жарайды, барсаңыздар болады. Бірақ менің өмірім тек қана сол нәрсемен байланысады деп ойламаңыздар. Өйткені өмірде неше түрлі нәрсе болуы мүмкін. Және де оқу орны, жоғары оқу орны ол тек қана бастапқы қадам ғана. Ол сізге тек мәңгілік берілетін сондай бір шешім емес. Бұл сен экономфак оқыдың ба, экономист қана боласың деген сияқты. Ол жай ғана өміріңіздегі келесі бір қадам. 90%, білмеймін, 90 емес шығар, енді 80% адамдар меніңше олар өздерінің мамандықтарын кейін бітіргеннен кейін ұнатпай жатады, немесе ол мамандық бойынша жұмыс істемей жатады.
өте көп қыздар, менің таныс қыздар өздері маған әрдайым жазады, білмеймін, мен мынандай мамандық аяқтадым, бітірдім, бірақ қазірде білмеймін, мейкап курсына баратын шығармын дейді. Өйткені кәдімгі жұмысқа тұрғым келмейді, мен өзім үшін жұмыс істегім келеді деген сияқты сондай ойлар өте көп болады. Әсіресе сен тұрмысқа шыққаннан кейін ондай ойларға өте жиі барасың. Сіздер ешқашан да мамандыққа жаңағыдай қадалып қалмаңыздар, одан да бөлек, одан да маңыздырақ нәрсеге көбірек назар аударыңыздар. Ал қыздар үшін, қыз келіншектер үшін, болашақ аналар үшін не маңызды? Әрине ол үйдің, яғни берекесін келтіру. Ертең әр әйел адамы, әр қыз келіншек ол үйдің бір үлкен бөлшегі болады. Үйге жылу беретін, жалпы үлкен бір отбасын сақтап тұратын ол әйел адамдар. Сол себепті оның өзі, ой жарайды жүре келе білем, бірінші тұрмысқа шығып алайын, одан кейін ойлайтын нәрселер емес. Оның барлығына негізі психологиялық түрде, моральды түрде, және де кәдімгі тәжірибе түрінде дайындалу керек. Қазірде менің байқауымша әлеуметтік желілердің әрине ықпалы өте үлкен. Қазірде біздің қоғамда қуатты, сондай мықты әйелдердің стереотипі өте берік орналасқан. Мысалға, сильная женщина дейді ғой. Егер де сен сондай бір кішкене стерва болсаң, сен сондай өзің дегеніне деген жететін, сондай бір жүйкең сондай бір темірден жасалған әйел болсаң, сен бір вау, не осы жетістік деген сияқты стереотип өте қатты қалыптасып келе жатыр. Меніңше ол деген жас қыздардың кішкене бағыттарын бұрмалайтын сияқты. Неге біз керісінше жаңағыдай үйдің үлкен бір анасы болып отырған, немесе көп балалы аналар, балалары да бар, өзінің жаңағыдай хобби де бар, өз-өзіне қарай да алады, әдемі болып табылады, яғни өзінің жолдасымен жақсы бақытты өмір кешіп жатқан әйелдер, меніңше сондай әйелдер бізде үлгі болу керек. Әрине айтқанға оңай сияқты көрінеді. Ол не бар? Жаңағыдай жолдасымды сүйсем, балаларды тусам, үйде тамақ істесем, оның несі қызық деп ойлауларыңыз мүмкін. Бірақ шын мәнісінде қыз келіншектердің ең басты мақсаты да сол екен. Сен оның барлығын әрине күнделікті бір тіршілік ретінде қабылдау мүмкін. Ой, қу тіршілік деген сияқты. Ол не, күн сайын ыдыс жуып отырам, тамақ істеймін деген сияқты. Оның өзі қателік. Оның өзінен мысалға шығармашылықпен байланыстырып, күнделікті тамақ емес, басқаша бір қызықты тамақ жасап, күнделікті сенің ыдыс жууың емес, оны да оған да бір шығармашылық жасап, өзіңе ұнайтындай қылып жасау, міне сол жерде өнер жатыр меніңше. Баяғы Инстаграмның немесе басқа да әлеуметтік желілердің жаман жағынан ықпал етіп жатқан жағы, меніңше ол қыздарға сондай бір образ жасап қойған сияқты. Өз-өзіне қараған, әрине оның барлығы жақсы, бірақ енді мен соңына дейін айтайын, өз-өзіне жақсы қараған, келбетін ғана ұнатып қалған, ернін шүртітіп өңкей сол селфилер жасайтын, және де оның яғни көрермендері өте көп, оқырмандары өте көп, оның бар білетіні сол салонға барып, яғни қыдырып деген сияқты сөйтіп қана жүретін қыздар, яғни әрине ол қыздар ондай емес. Мүмкін ол ар жағында сабағы бар шығар, ол басқа да жетілетін шығар, бірақ оның көрсететін образы сондай. Және де басқа да жас қыздар оны тек қана солай қабылдайды. Және де өмірімнің мәні, яғни өмірдің жеткен жетістігі осындай шығар деп ойлайды. Болмаса да ұқсап бақ демекші, сол нәрсені бір өздеріне абсолютті бір бақыт деп санап, тек қана сол келбеттеріне қарап, соларға еліктеп деген сияқты. Бірақ Инстаграмдағы образдар, Инстаграмдағы суреттер, олар шынайы өмірмен мүлде сәйкес келмейтін түсініңіздер. Инстаграмға бәріміз де тек қана жақсы нәрсе салғымыз келеді. Бақытты болып көрінгіміз келеді, әдемі болып көрінгіміз келеді. Қаншама фильтрлер бар. Бірақ шын мәнісінде, шынайы өмірде сен мүлде ондай образ болмауы мүмкін. Сондағы қыздарға солай бір еліктеудің қажеті жоқ. Әсіресе жас қыздарға. Мен оны барлығын айтып жатқан жоқ, өйткені қазірдің өзінде байқаймын. 14-15 жастағы қыздар өте қатты еліктейді. Еріндерін шүртитіп, селфи жасап, маған жазылыңдар деп, яғни өмірдің мәні сол
сол жақтағы көрермендер, сол жақтағы оқырмандардың көптігінде сияқты Инстаграмнан онлайн өмірден көрі шынайы өмірдегі қарым-қатынастар жасай білсеңіздер, өзіңізге қазірден бастап, мысалы 13-14 жастан бастап бір хобби жасап, сурет салуды жақсы көресің бе, немесе жазуды жақсы көресің бе, немесе басқа да нәрселер болса, сол жағынан меніңше дами бастаған жақсы. Өйткені ертең уақыт өтіп кетеді. 3-4 жылда сен мектеп бітіресің, одан кейін сол баяғы селфиіңмен ғана қаласың, басқа өмірде не істегің келеді деп түсінбей яғни жүруіңіз мүмкін. Қыздарға, ұлдарға да болсын, мен басты нәрсе айтқым келетіні ол дами түсіңіздер. Ең бастысы өз-өзіңіздің табиғатыңызды білуге асығыңыздар. Ал оның ішінде қалай дамимыз деп егер де сұрайтын болсаңыздар, онда біздің басты көмекшілеріміз олар кітап деп айтушы едім. Жақсы кітаптар өте көп, олардың барлығын іздеу керек, және де нақты енді кітап жайында да маған сұрақтар қойылған болатын. Нақты мына кітап менің өміріме осылай ықпал етті деп мен айта алмаймын. Өйткені мен өте көп кітап оқығам, және де оның әрқайсысы кішкене болса да там-тұмдап менің бір сондай дүниетанымды қалыптастырған болады. Дейл Карнегидан бастап, тіпті сондай қарапайым психологияның өзін оқып бастасаңыздар болады. Және де сіздер өздеріңіз іштеріңізден керек ақпаратты сіздердің миларыңыз өздері сақтап қалады. Білмеймін, менде мысалға сондай. Мен ол кітапты түгелімен білмесем де, түгелімен не бар екен бұрында оқып, ұмытып қалсам да, ол жердегі керек нәрселер өмірдің белгілі бір жағдайларында менің миымнан сөйтіп файл сияқты шығып отырады. Сосын мен, мынау еді ғой, осы жерде оқып едім ғой, қандай жақсы болған осы кітапты оқығаным деп сондай ойлаймын. Және де өміріңнің әр кезеңінде саған керекті кітап берілетініне мен сенемін. Мен қазір Ольга Валяева деген автордың «Предназначение быть женщиной» деген кітабын оқып жатырмын. Және де қазіргі менің өмірімнің кезеңіне өте таптырмас кітап болып жатыр. Өйткені бұл жерде отбасында қандай болу керек, тіпті тұрмысқа шықпаған қыздар үшін де өте тамаша меніңше кітап. Неғұрлым ерте оқысаңыздар, қыздар, соғұрлым меніңше жақсы болады. Ольга Валяеваның негізі өзінің сайты да бар. Өзінің бүкіл мақалаларын сол жерге жазып отырады, соны да оқысаңыздар болады. Дамуға көмектесетін екінші бір нәрсе ол жақсы адамдармен сөйлесу, өзіңе ұнайтын үлгі ретінде көретін адамдардың ортасында көбірек болу. Сенің ортаң сенің мінезіңді қалыптастырады. Сол себепті жақсы ортада, үлгі боларлық ортада жүру, сонда егер де сіздер сондай бақытқа ие болсаңыздар, онда ол өте тамаша. Қыз-келіншектер үшін меніңше сондай бір өзіңіз сәттілікке жеткен, жетістікке жеткен деп санайтын қыздарды, қыз-келіншектерді, тіпті оны сіз танымасаңыз да, жеке үлгі ала отырып жүрсеңіздер, меніңше ол өте тамаша. Ал егер де ол сіздің таныс бір мұғаліміңіз немесе анаңыздың бір таныс құрбысы, немесе анаңыздың өзі болса, онда ол өте керемет. Сол адаммен көбірек сөйлесуге, жақсы қарым-қатынас жасауға меніңше тырыссаңыздар болады. Барлығын және де байқап отырғаныңыз, ол қалай сөйлеседі, қалай тәрбиелейді, не істейді, қалай күледі, қалай тамақ жасайды, соның барлығын, мысалға, оның барлығы ақпарат. Саған таза келіп тұрған тірі ақпарат. Яғни кітаптардан оны әрине оқыған жақсы, бірақ сондай арамызда адамдардың болғаны ол өте керемет, өте тамаша. Сондай адамдарды іздеңіздер, бақылап жүріңіздер, және де солармен көбірек достасуға, солармен көбірек сөйлесуге құмартыңыздар. Өйткені жақсы энергия ол да беріледі. Сенің ортаң қандай болса, сен өзің де сондай боласың. Бірден фильтрдан өткізіңіз, ол адамның мақсаты қандай өмірде. Мысалы, ол да егер де сен сияқты сенің яғни құрбың сен сияқты дамығысы келсе, сен сияқты жақсы нәрсеге ғана үйір болса, онда бірге жүріңіздер. Ал егер де ол әрқашан тек қана негатив көретін болса, басқа біреулер тек қана жамандайтын болса, яғни онда кішкене ойлануға болады. Ол адам саған қаншалықты ықпал етеді, ол адаммен сөйлесіп жүрген дұрыс па, дұрыс емес пе деген сияқты. Өйткені ол нәрселердің бәрі саған да жұғуы мүмкін. Сенің қасында жүрген адамың, сенің қасында жүріп, басқа сен танитын адамды жамандап жүрсе, онда ол дәл солай ертең басқа адамның қасында сені жамандауы мүмкін. Сондай нәрселерді бақылап жүріңіздер. Өмір дегеннің өзі үлкен сабақ. Сондай кішігірім нәрселерді бақылайтын болсаңыздар, онлайн өмірден шығып шынайы өмірге кішкене бет бұрсаңыздар, меніңше сіз күн сайын дамып отырасыз. Даму дегеннің де өзі ол, мен бір жаңағы
intermediate оқыдым, одан кейін upper intermediate оқыдым, одан кейін advanced оқыдым деген сияқты бір деңгейлер емес қой. Даму, яғни өмірлік даму деген ол сенің ішінде өзіңнің жақсы қасиеттеріңді жасау. Мейірімді бола білсең, егер де басқа адамның дұрыс емес қателіктерін, яғни кешірімді бола білсең, сондай нәрселерді өзің ішінде жақсы қасиеттерді дамыта беру, меніңше сол өмірлік сенің дамуың болып саналады. Ертең отбасы болғанда, балаларың болғанда, меніңше ол саған таптырмас нәрсе. Өмірде кез келген жағдайлар болады. Сол кезде сенің иммунитетің болса, сол кезде сен жарайды, мен кешірімді бола білейінші, бұл жерде ашуланбай қояйыншы деген сияқты. Егер де соны біліп сен жасайтын болсаң, онда сенің ұтқаның, меніңше. Мамандық туралы видео болған, бірақ меніңше мамандық таңдаудан да маңызды нәрселер бар. Сол себепті дәл осы кезде 17-18 жаста мысалға сондай нәрселерді ойлану керек, сондай нәрселерді көре біліп, көбірек сол жағына мән беру керек. Базалық білім барлық жерде бірдей. Бірінші курста көбінесе сен жаңағыдай барлық жерде бірдей Қазақстан тарихын оқисың, жаңағыдай тіл оқисың, басқасын оқисың, экономиканы да бірінші курста база түрінде барлығын оқып шығасың. Білмесең қайда барарыңды, не істегің келетінін білмесең, тіпті онда тілге бар. Жаңа бір қосымша тіл үйрен. Өйткені жаңа тіл үйренгеннің өзі сенің дүниетанымыңды кеңейтеді. Мысалы біз қазақша осылай ғана бір заттарды атап үйренгенбіз, ал ағылшынша немесе түрікше ол заттар кішкене басқаша аталады. Яғни сен ол сөздің мағынасын біле бастасаң, яғни адамдардың неліктен басқаша ойлайтынын түсіне бастайсың. Сол себепті тіпті білмесең қай мамандыққа баратын, онда қосымша бір тіл оқы. Меніңше оның ешқашанда зияны болмайды. Ал негізінде әрине өз-өзіңді тыңдап, өз-өзіңмен достасып, өз-өзіңнің табиғатыңды біле бастаған өте керемет. Сол себепті барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Тілектер таңдауларыңызды дұрыс жасаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.